Елорда балабақшаға кенде емес. Түріне, әлеуетіне, бағытына, тіліне қарай талайы бар. Типтік мекемені ерекшелендіретін ұжым, педагогтың жұмысы. Білім беруді жаңғырту орталығының түсірілім тобы Нұр-Сұлтан қаласындағы нөмірі 46-шы Самал санаториялық балабақшасына барған еді. Көрген түйгенімізді баяндасақ. Самал балабақшасы 2010 жылы ашылған. Бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік міндетті стандарты бойынша тәрбиелейді. Оған қоса балалардың денсаулығын сақтау мен нығайту, емдеу, сауықтыру шараларын жүзеге асырады. Балабақша 220 орынға арналған 11 топ жұмыс жасайды. Тәрбие тілі аралас, 7-і мемлекеттік тілде, 4 топ орысша оқытылады. Топ әртүрлі болғанымен ұстаным жалғыз. Балаға ұлттық негізде тәрбие беру. Сол мақсатта жетекшінің өз жобасы, арнайы бағдарламасы бар. Салауатты ұрпақ мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге арналған дамытушы ойындар, әдістемелік құралы. Осы былтырғы жылы Нұр-Сұлтан қаласы білім басқармасының біздегі білім беруді жаңғырту орталығында экспертизадан өтіп, қалаға ұсынылды. Біз бұл жұмыстың негізінде көптеген үлкен жұмыстар жатыр. Бұл жұмыстардың барысында балалармен жүргізілген жұмыстар, соларға сүйене отыра осындай 7 сериядан тұратын ойындарды құрастырып шығарып, әдістемелік нұсқасын осылай құрал ретінде ұсынып отырмыз. Балабақшада спорт залы, медициналық кабинет, соңғы үлгідегі аппараттармен жабдықталған музыка залы, сенсорлық кабинет бар. Инфекцияның алдын алу, балалар ағзасын нығайту үшін тұз бөлмесі жұмыс жасайды. Бала иммунитетін күшейтетін, өкпе ауруларын емдеуде пайдалы сусын, қымыз терапиясы жолға қойылған. Басы айтатыны бәрі тегін. Қосымшалар да, емдеу шаралары да. Бүгінгі жағдайда әсіресе Нұр-Сұлтан қаласында бұл сирек кездесетін тіпті тосын дүние. Соны қалыпты еткен басшының батыл менеджменті. ТМД елдерінің арасында өткен конкурс болды. Сол конкурста ең үздік әдістемелік құрал ретінде біз жүлдеге ие болдық. Сондай-ақ осыны құрастырған авторға деп ең үздік ұстаз деген номинация бойынша да біз өзіміздің жүлдемізді алып отырмыз. Яғни осы балабақшаның аясында қана емес, қалаға ұсынылды деп айтып отырмыз. Бірақ сондай-ақ жалпы шетелдерде де танымал болды деп біз нақты айта аламыз. Мекеменің төл әдістемелік оқу материалдары да бар. Үлгілік оқу бағдарламасы негізінде мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге арналған дамытушы ойындар атты оқу әдістемелік кешен құрастырылған. Осы кешен негізінде салауатты ұрпақ, өсімдіктер әлемі, жәндіктерді қорғайық, құстар біздің достар, жабайы және үй жануарлары, менің балабақшам, ұлттық тағамдар сериялары құрастырылған. Бұл негізі білім беру саласы бойынша, 2 сала бойынша әзірленген, таным және әлеумет білім беру саласы бойынша. Бұл жерде қазақ ертегілеріне негізделіп құрастырылған. Бұл мектеп жасына дейінгі балаларға арналған ойын дискілерін осы Самал санаториялық балабақшасының тәрбиешілерінің сценарийінің негізінде әзірленген. Ойындар негізі ересек даярлық топқа арналған. Топтарға оның ішінде балалар таным бойынша мысалы құрастыру, математикалық негіздерге арналған тапсырмалары бар. Одан кейін оның ішінде жаңағы қатынас білім беру саласына да мысалы ертегі айтылады. Одан кейін ол есту арқылы бала ертегіні өзі ойынның соңында тапсырманы орындау барысында соңында бала барлық іс-әрекеттерді өзі айтып береді. Бір қызығы білім ошақтарында педагог бірнеше кәсіпті игеріп кетеді. Самал балабақшасында ұстаздар мультипликациялық фильмді де түсірді. Саябаққа саяхат, кірпінің орманға оралу атты анимациялық туынды баланың тілін, қиялын дамытып, ойды бейнелеп жеткізуге бейімдейді.
бұл ертегі негізінде өзіміздің осы Астана Самалы саябағының негізінде құрастырылған. Бірінші бұл ертегі жазылды, ертегі әзірленді. Ертегі жазылып, бұл 3 тілге аударылды. Орыс тілінде, ана тілімізде, орыс тілінде және ағылшын тілінде. Бұл жерде балалар, бұл да әлеуметтік білім беру саласы бойынша негізі құрастырылған. Бала табиғатты қорғауға, оны сүюге, оны аялауға барлығы осы ертегінің ішінде қамтылған. Балабақшада экологиялық тәрбие басты назарда. Балалардың таза ауада серуендеуін тиімді ету үшін 2013 жылы Астана Самалы саябағы ашылған. Балабақшаның ауласына 46 қарағай ағашы отырғызылып, бүгінгі күні жасыл желекті аулаға айналды. Оған қоса Самал балабақшасы елорданы көгалдандыру ісіне белсене араласып келеді. 110 тұқымнан 60 бұтадан Сібір қарағай ағаштары өсіріліп, бүгінгі күні балабақшалар мен мекемелерге сыйға берілді. В 2013 году наш детский сад «Самал» с нашей заведующей Балустуль Галиевной нам подарили елочки, и с ними вместе Балустуль Галиевне нам передали семена. И вот из этих семян пошагово мы начали работу. И уже сколько, 2013 года, вы посмотрите, какие они стали у нас. Мы сюда приходим, обрабатываем землю, собираем листья, за ними ухаживаем. И вот этот результат. Красивая аллея, парк, вот Астана Самала. Мы сюда приходим, здесь занимаемся с детьми, убираем, чистим, сажаем. У нас еще есть огород, мы там сажаем огурцы, помидоры. В этом году мы взяли урожай огурцов и помидоров, перец у нас. Мы еще воспитываем их в природе, чтобы они любили эту природу, эту землю, на которой мы живем, по которой мы ходим. Баланы жан-жақты тәрбиелеу педагогика негізі. Балабақшаның музыкалық жетекшісі Людмила Морозова Самал сазы балалар оркестрін құрды. Оркестр бірнеше байқаудың жеңімпазы. Мәселен, Абай Дана, Абай Дара атты республикалық өнер және шығармашылық байқауында бірінші орынды. Magic Music 4-ші халықаралық балалардың көп жанрлық интернет-фестиваль байқауында 3-ші дәрежелі дипломды иеленді. Сонымен қатар балабақшада жұлдыз вокалдық тобы мен шулы оркестр жұмыс жасайды. Олар Magic Music 4-ші халықаралық балалардың көп жанрлық интернет-фестиваль байқауында Гран-приді Best of the Best 5-ші халықаралық байқауда бірнеше дәрежелі дипломдарды жеңіп алған. Самал балабақшасында бүлдіршіндердің физикалық, эмоционалдық, психикалық денсаулығы басты назарда. Арнайы психологтың кабинеті әдеттегідей жұмыс жасайды. Бәрі қазір дайын тұрады. Мысалы, жаңағы замокта айтып кеттім ғой, бірден сала саламыз, бірден киіндіре саламыз, өзі бала түймелеріне дейін қазір жоқ ондай. Бұрынғы енді кезде осындай ойыншықтар неге болмады деген бізде сұрақ туындауы мүмкін. Бұрын ата-аналарымыз біздің жаңағы кірді өзі қолмен жуады, жаңағы іс тігеді, тоқиды, бәрі қолмен да қуырмаш, балапанға бидай шаш деген оның бәрін бала өз жаңағыдай саусағымен көрсетіп, мысалы, бүкіл саусақтарымызды жұмып, жұдырығымызды жұмып, баламен мысалы түсіндіреміз, тақпақты үйреткенде. Сен сиырыңа бар, сен қойыңа бар, сен жылқыңа бар деп, мысалы, сол арқылы біздер 4 түлік малды балаға таныстырамыз. Көңіл күйді де көтереді. Мысалы, мына жерде нан бар, мына жерде май бар. Бұрынғы келе жатқан біздің бала кездегі жаттайтын жаттауларымыз енді ол ата-бабамыздан кәдімгідей сіңіріліп қалған санамызға сондай шығармашылық ойындар ғой. Елорда жаңа ғимараттарға толы мекен. Десек те, ескі дүниені ұқсатып, қатардан қалдырмай жұмыс жасатып отырған басшыны осында көрдік. Басқару оңай ма? Әлде басқаруды қабылдау оңай ма педагог ретінде? Бұл үлкен сұрақ. Сол себепті біз тағы да ұжымның бірінші орында басшы ретінде не жасау керек? Жағдай туындату керек, ол жағдай бар дерлік. Міндетті түрде психологиялық атмосфера дұрыс болу керек ұжымның ішінде. Балалармен жұмыс жасау барысында барлық қажетті дүние болу керек. Сондай-ақ педагогтардың өздерінің негізгі бүгінгі таңғы талаптарға сәйкес статус
дәрежесін біз құрметтей білу керекпіз, сыйлай білу керекпіз деп ойлаймын. Балабақша ескі, ғимараты ескі, 73 жылғы болғандықтан балабақшада бізде кабинеттер өте аз. Сонда мен бірінші орында кабинет іздей бастаған кезде, осыдан 5 жыл бұрын деп айтуға болады, өзім отырған кабинетті қарасам, ауқымы кішкене үлкендеу екен. Ол жерге балалармен жұмыс жасауға оңай, жұмыс жасауға нағыз қолайлы жер сол деп шештім дағы, тез ғана көшіп әдіскердің қасына барып, сол жерде біз әдемі психологиялық кабинет ұйымдастырдық. Содан кейін үлкен мән беретін дүние, мысалға мен кабинетімде адамды көп жинамаймын. Мен бұл тұрғыда икемді мен ол кісілердің кабинетіне барып жұмыс жасағанды жақсы көремін. Мысалға бухгалтерия жағынан жұмыс жасау қажет па? Мен ол кісілермен қатар отырып, бірігіп отырып, талдау жасау тағы басқа. Балауса Төлеуғалиқызы республикалық қазақ ұстазы журналы бас редакторының орынбасары. Педагогика ғылымына өзіндік үлесін қосуды мақсат тұтқан басшының өз түсінігі бар. Бала менің айтқанымды естіп қойды деп қорықпау керек. Менің не жасап жатқанымды көріп отыр деп қорқу керек, мысалға алған кезде. Себебі бала көргенімен өседі, өнеді. Бірінші орындағы дүние ол баланы әлеуметтендіру. Ол жан жағын да көріп отыр. Ол тек қана ұйымдастырған оқу қызметінде емес, тек қана қазір отырыңдар балалар тұрыңдар емес. Біздің қарым қатынасымызды маңайының бәрін бақылап отыр. Сол себепті баланың қабілетіне байланысты, баланың қазіргі заман талаптарына сай өзгеруіне байланысты бізде өзгеріс үстінде болу керекпіз үнемі. Бәрі де біз нешеуміз, бәрі де біз балабақшада жазу жазамыз, сурет саламыз, бояймыз, ұйықтаймыз, тамақ ішеміз. Оған ерек анам, одан черек алып, суды-сымы қапкен, кескене бөбермен. Дастарханға дейке дәсін, бастарына мейке дәсін, астарына амандық дәсін, бастарына амандық дәсін, пендене сағық дәсін. Амин, рахмет, спасибо.